Сәлем достар, бүгін жаңа жылға арналған салаттардың тағы бір идеясы. Жеңіл әрі оңай бауырдан жасалған салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бауырдың өзі керек болады. Оны пісіріп алып, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Кішігірім бөліктерге бөліп аламыз. Бір кішігірім ыдысқа осының барлығын салатын боламыз. Ал келесі кезекте жуамызды ашып, жуып, осылай турап алатын боламыз. Содан кейін менде қатырылған қатки перецтарды қосқанмын. Содан кейін жуаларымызды да салатын боламыз. Чесноктарымызды ашып, осылай теркадан өткіземіз. Содан кейін дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Тағы да басқа приправаларды қосамыз. Оның ішінде кептірілген кинза мен паприка қостым. Содан кейін майды пісіріп аламыз да ыстық күйінде осылай жаңағы жасап жатқан салатымыздың үстіне төгетін боламыз. Осылайша барлығын дұрыстап тұрып араластырып аламыз. Содан кейін дәмі кіру үшін тағы да бір осындай салған қияр қосқан тұғымын. Осылай да оны кішігірім бөліктерге бөліп аламыз, дәл видеодағыдай. Оны да ыдысымызға салып аламыз, қайтадан барлығын дұрыстап тұрып араластыратын боламыз. Ал мінекей біздің оңай әрі дәмді салатымыз дайын болды. Дастарханға қоя беруге болады. Астарыңыз дәмді болсын.